Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қалдарыңыз қалай? Комментарияның бәрін оқып отырмын. Жаңалықтар өте көп. Көбісі осы емтихан видеоны көріп өтіп отыр. Өте қуаныштымын. Сондықтан достар, осы каналға тіркеліп дайындалыңыздар. Және де осы тест алғыларыңыз келсе, онда описанияда сілтеме болады, сол арқылы тіркеліп және де сатып алуларыңызға болады. Және де жеке номерімді аламын, егер де тіркеле алмай жатсаңыздар, мен сіздерге көмектесемін. Ал бастайық. Бұл көлденең жол таңбалауы нені білдіреді дейді. Реттелген жаяу жүргіншілер өткелін, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелін, велосипед жолын дейді. Әрине жауабы Б. Бағдаршамның қызыл жыпылықтап тұрған сигнал не туралы хабарландырады дейді. Енді қызыл жанса, әрине жүруге тыйым салынады. Енді жауаптарын оқып көрейік. Темір жол өтпесі арқылы қозғалысқа тыйым салады. Рұқсат беруші сигналдың қосылуы туралы ескертеді. Бағдаршамның жарамсыздығы туралы ескертеді. Әрине ол жауабымыз А болады. Осы жол белгісінің қолданылу аймағында дыбыстық сигнал беруге рұқсат етіледі ме? Белгіге қарайық, дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады деп жазылып тұр. Сондықтан біздің жауабымыз дыбыстық сигнал беруге рұқсат етіледі, егер де жол көлік оқиғасын алдын ала алу үшін. Жауабымыз С болады. Мүгедек деген айырым белгісі бар. Көлік құралдарының тоқтауға немесе қоюға арналған орындарда көлік құралдарының тоқтау немесе тоқтап тұру қағидалары бұзылған кезде, әрине біз 10 МРП штраф төлейміз. Осы жағдайда кім жол береді? Бізде ескерту белгісі тұр, тік өрлеу деген. Сондықтан ақ көлік басымды болып өтеді. Көтерілуге қиын, оған түсуге оңай. Осы жағдайда кім жол береді? Жол береді қара көлік жүргізушісі. Жеңіл автокөлік көрсетілген жерде тұруға рұқсат етіледі ме? Осы суретке қарасақ, рұқсат етіледі. Қазір талқылап өтейік. Астында қосымша ақпараттық белгі тұр. Сызықша астыға көрсетсе, ол қолданылу аймағын көрсетеді. Сонда осы белгіден кейін сіздерге тоқтауға рұқсат етіледі. Жауабымыз А болады. Берілген белгі орнатылған жолдарда рұқсат етіледі. Жүргізіп үйренуге, артқа қарай жүруге, мопед және велосипедтердің жүруіне, мотоциклдердің жүруіне, әрине тек мотоциклдермен жүруге рұқсат береді. Автомагистральді 40-тан төмен жүретін көліктерге жүруге тыйым салынады. Соның ішіне жаяу жүргінші, велосипед, ат-арба кіреді. Және де тоқтауға, шегінуге, және де кері бұрылуға тыйым салынады. Берілген белгілердің қайсысы солға бұруға тыйым салмайды? Берілген белгілердің қайсысы солға бұруға тыйым салмайды? Ол бізде үшінші белгі. Себебі үшінші белгіде бізге тек кері бұрылуға тыйым салынады, бірақ біз солға бұрылуымызға болады. Қалған белгілерде сізге солға бұрылуға тыйым салынады. Жауабымыз 3 болады. Көктайғақта тіркеп сүйреу рұқсат етіледі ме? Әрине. Игіліш тіркемемен тыйым салынады. Орыс тілінде гибкий цепка запрещается, на гибкой цепке запрещается в гололед дейді. Осы белгі көрсетілген жолдарда жүргізіп үйренуге рұқсат етіледі ме? Жауабымыз тыйым салынады, себебі бұл белгіде автомагистральдің талаптары да кіреді. Айырмашылығы автомагистраль мен жылдамдық.
40-тан 110-ға дейін жүруге болады бұндай белгіде. Сондықтан тыйым салынады дейміз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Ал талқылап жіберейік. Бізде басты жолдың бағыты орнатылып тұр белгі. Қиылысты салайық осы жерге. Басты жолдың бағыты. Дәл қазір басты жолда бізде трамвайлар басымды болып өтеді. Содан кейін жүк көлік пен қызыл көлік екеуі басты жолда тұр. Трамвайларды өткізген соң біздің оң жағымыздан жүк көлік болады. Сондықтан біздің жауабымыз барлығына жол береміз. Бірінші 2 трамвай өтеді, сосын жүк көлік, содан кейін барып жеңіл көлік. Барлық көлік құралдарына жол беріп міндеттіміз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде жол береді. Тағы да талқылап жіберейік. Дәл қазір басты жолда бізде кім тұр? Қайтадан суретін салайын. Басты жолда қызыл көлік тұр, трамвай және ақ көлік тұр. Көк көлікпен тағы да Б деген трамвайымызда оларда екінші дәрежелі жол болып саналып тұр. Сондықтан ең бастысы А трамвай өтеді, содан кейін біз жүреміз, себебі біз жеңіл көлікке оң жағынан болып тұрмыз. Содан кейін барып ақ көлік жүреді, содан кейін көк көлікпен трамвай жүреді. Байлауы. Жауабымыз тек трамвайға. Біз жүреміз, жеңіл көлік, трамвай, содан кейін барып көк көлік жүреді. Көлік құралын басқару кезінде жүргізуші қауіпсіздік белдігін тағу тиіс. Әрине, әрқашанда елді мекендерде қозғалыс қарқынды жолдарда әрқашанда. Түнгі уақытта төбенің басына жақындаған кезде жүргізуші алыс жарық шамдарын жақын жарық шамдарына ауыстыру қандай жағдайда ұсынылады дейді. Әрине, әрқашан көтерілудің шыңына жақындаған кезде. Жауабымыз Б болады. Осы тәсілмен балаларды тасымалдауға бола ма? Тыйым салынады дейміз бұл жерде. Құрметті оқырмандар, бүгін осындай қысқаша видео болады бізде. Себебі үлгермей жатырмын, қазір сабағым басталады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Тіркеліңіздер, өте көп видео әлі саламыз. Келесі көріскенше.